10-шы лекция тақырыбы: ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушылар үшін білім бағдарламаларын және оқу ресурстарын бейімдеу. Индивидуализацияланған оқу жоспарлары, маңызы және құрылымы. Оқу ресурстарын бейімдеудің негізгі тәсілдері: оқу ресурстарын адаптациялау, оқу ресурстарын адаптациялаудың технологиялық шешімдері, бейімдеудің қиындықтары және оларды шешу жолдары. Ерекше білім қажеттілігі бар оқушылар физикалық, когнитивті, эмоционалды немесе әлеуметтік даму ерекшеліктеріне байланысты қосымша қолдау қажет ететін балалар. Білім алуда негізгі қиындықтар: ақпаратты қабылдау, өңдеуде кедергілер, көру, есту немесе моторика мәселелері, оқу мотивациясының төмендігі, жаһандық оқу бағдарламасының қолжетімсіздігі. Индивидуализацияланған оқу жоспары оқушының жеке қажеттіліктеріне негізделген оқу жоспары. Мақсаты: тиімді оқыту, мотивацияны арттыру, жетістіктерді нақты бағалау. Ал оның негізгі міндеттері: оқушының даму деңгейін анықтау, жеке оқу мақсаттарын белгілеу, оқыту әдістерін таңдау, бағалау критерийлерін қалыптастыру. Индивидуализацияланған оқыту жоспары келесі сатылардан тұрады: жоба, яғни оқушының жеке жоспарын құру және дамыту; талдау, оқушының білім деңгейін бағалау және қажеттіліктерін анықтау; ынтымақтастық, мұғалім, ата-ана және оқушы арасында бірлескен жұмыс; жоспарлау, жеке оқу мақсаттарын белгілеу және стратегия жасау; қайталау, білімді бекіту және оқыту әдістерін түзету; презентация, оқу жетістіктерін көрсету және бағалау болып табылады. Оның құрылымы: оқушының даму деңгейін бағалау, жеке ерекшеліктерді анықтау, оқу мақсаттарын белгілеу, жеке қажеттіліктерге сай мақсаттар, оқыту әдістерін таңдау, әртүрлі тәсілдерді қолдану, бағалау критерийлері, жетістіктерді жүйелі бақылау. Индивидуализацияланған оқу жоспарын құру және жүргізу процесі: бірлескен жұмыс, мұғалім, ата-ана және мамандардың үйлесімді ынтымақтастығы; қадамдық процесс: оқушының қажеттіліктерін анықтау, жеке оқу мақсаттарын белгілеу, оқыту әдістері мен бағалау жүйесін таңдау; кері байланыс және мониторинг: нәтижелерді бақылау және талдау, оқу жоспарын жетілдіру және түзету. Оған мысал ретінде келесі сатыны математика қарастырсақ болады, яғни жеке қаржы есептеріне негізделген тапсырмалар; тіл, оқу, жазу және сөйлеуді дамытуға арналған арнайы жаттығулар; жаратылыстану бағыты бойынша практикалық эксперименттер мен интерактивті материалдар; әлеуметтік ғылымдар бойынша топтық талқылау, өзекті тақырыптарға арналған жобалар. Артықшылығы туралы айтатын болсақ, оқушының жеке қабілеттерін ескере отырып, тиімді оқытуды қамтамасыз ету, мотивацияны арттыру және оқу жетістіктерін жоғарылату. Кемшілігі: уақыт пен ресурстарды көп қажет болуы, мұғалімдер мен мамандардың үйлесімді жұмысын талап етуі. Оқу ресурстарын бейімдеу маңызы: оның негізгі мақсаты ақпаратты жеңіл қабылдау, оқу мотивациясын арттыру, интерактивті құралдар арқылы оқуды жандандыру. Маңызы: ақпаратты жеңіл қабылдау, оқу мотивациясын арттыру, интерактивті құралдар арқылы оқуды жандандыру. Оқу ресурстарын бейімдеудің негізгі тәсілдері: деңгейге қарай бейімдеу, оқыту стиліне бейімдеу, дыбыстық және мәтіндік адаптация. Оқу ресурстары адаптациялау технологиялық шешімдері: жасанды интеллект және машиналық оқыту, оқушының білім деңгейіне қарай оқу материалдарын бейімдеу, автоматты түрде тапсырма беру және бағалау, мәтінді түрлендіру құралдары, braille қарпімен бейімдеу, оқуға қиындықтары бар оқушыларға арналған қарапайымдандырылған мәтіндер, автоматты аударма және субтитрлер, Google Translate аударма жүйелері, әртүрлі тілдегі синхронды аударма мүмкіндіктері. Қорытындылай келе, бейімделген оқу бағдарламалар мен арнайы ресурстар әр оқушының жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, білім алуды жеңілдетеді және қызықтырады. Индивидуализацияланған оқыту бағдарламалары оқушының қабілетін арттырып, оқу мотивациясын күшейтеді, ал мұғалімдер мен ата-аналардың үйлесімді жұмысы инклюзивті қоғамның негізін қалайды. Бұл тәсіл тең білім беру мен болашаққа жаңа серпін беретін сенімді әдіс болып табылады. Назарларыңызға рахмет.